Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Үй жағдайында чипсиді дайындайтын боламыз. Картобымызды сыртын ашып, жақсылап жуып тазалап аламыз. Мен осы терка арқылы жұқалап кесетін боламын. Енді үстіне салқын су құйып 5-6 рет жуып алатын боламыз. Біздің суымыз мөп-мөлдір таза болғанша жақсылап жуып алыңыздар. Енді осы жуылған картошкаларымызды майлыққа немесе салфетканың үстіне осылай кептіріп қоямыз. Мен кәдімгі жай қағаздардың үстіне кептіретін боламын. Егер картошкамыз ылғал болатын болса, онда картошкамыз дұрыс піспейді және қытырламайды. Сондықтан да қатты жақсы кебуіне аса мән беріңіздер. Енді қызып тұрған майда бауырсақ секілді аз-аздан салып қуырып алатын боламыз. Енді піскен картошкаларымызды салфетка немесе майлықтың үстіне қойып, тағы да майларын барлығын жақсылап сіңіртіп алатын боламыз. Енді татымына қарай тұз, қызыл паприка және роллдың супынан қалған кішкене бульон болған. Мен соны қостым. Сонымен дәмі ерекше басқаша болып шығады. Міне біздің үй жағдайында жасалған чипсиіміз дайын. Жасалу жолы өте оңай және балаларыңызға қатты ұнайтын болады. Жасап үйде жеп көріңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Керектеріңізге жарасын.